ультрадыбыспен бүйрек кистасы табылды. Ең жаманы не екенін білесің бе? Бұл муковисцидоз болуы мүмкін. Өкінішке орай, жағдайлардың басым көпшілігінде пациенттер бұл туралы тіпті білмейді. Бүгін мен сізге жақсы кистаны кисталық ісіктен ажырататын 4 негізгі белгіні айтамын. Осыдан кейін сіз кейбір дәрігерлерге қарағанда жағдайыңызды жақсырақ түсіне аласыз. Мен тымның барлық түрлерін олардың дәрежесіне қарай сұрыптаймын. Ең қарапайымынан бастап, шұғыл хирургиялық араласуды қажет ететіндерге дейін. Соңында ең маңыздысы, біз соңына дейін қараймыз. Мүмкін бұл ақпарат сіздің өміріңізді сақтап қалуы мүмкін. Көптеген пациенттер, егер ол ауырмаса, бұл жақсы деп ойлайды. Бірақ, өкінішке орай, бүйректің муковисцидозы да кеш болмай тұрып ауырмайды. Әдеттегі жағдайды елестетіп көрейік. Ультрадыбыстық зерттеуде 4 сым киста диагнозы қойылды. Дәрігер қарайық дейді. 1 жылдан кейін, қазірдің өзінде 6 сым, АЛК деректері бойынша қатерлі ісіктің 3-ші сатысы анықталды. Бүгінгі күні мұндай қатерлі ісік ауруын емдеу, өкінішке орай, 1 жыл бұрынғыға қарағанда әлде қайда нашар. Мәселе мынада, ультрадыбыстық диагностика әдісі ретінде қарапайым, зиянсыз кистаны кисталық ісіктен ажырата алмайды. Сондықтан бізде мұндай күдік туындаған кезде, бұл жағдайды одан әрі қауіпсіз бақылау, немесе емдеуді мүмкіндігінше ертерек бастау үшін көктамыршылық, контрастпен компьютерлік томография жасау керек. Біздің рентгенологтардың Боснак деп аталатын белгілі бір классификациясы бар. Ол бұл кисталарды құрылымы мен қатерлі ісік дәрежесіне қарай анықтайды. Сонымен, Боснактың 1-ші және 2-ші кезеңдері бұл тыныш, қауіпсіз бақылауды қажет ететін қатерсіз кисталар. Боснактың 3-ші және 4-ші кезеңдері қатерлі ісікке шалдығу ықтималдығы 50-ден жоғары екенін көрсетеді. Сәйкесінше 90%. Біз бұл жерде ешбір жағдайда бақылай алмаймыз. Бізге шұғыл түрде ота жасау керек. 2-ші сатысы қатерлі ісікке шалдығу ықтималдығының 5% құрайды. Және біз бұл жағдайды белсенді түрде бақылай аламыз. Сонымен, ультрадыбыстық зерттеуде дәл осындай 4 зым диагноз қойылған кистамызға оралайық. Ал егер ол қазірдің өзінде контрасты жинап жатса, бақылаудың әр жылы емдеудің ең тиімді болатын, ең ерте кезеңін өткізіп алу қаупі бар. Қарапайым ереже. Кистула диагнозы қойылды. Бұл жағдайды одан әрі сабырлы түрде бақылау үшін бізге құжат қажет. Бұл құжат контрасты компьютерлік томографияның қорытындысы болып табылады. Мен 15-ші жылдан астам тәжірибесі бар онколог, Израильдің Хадаса клиникасы мен Еуропалық медициналық орталықты қоса алғанда жетекші клиникаларда жұмыс істедім. Менің мамандығым бүйрек қатерлі ісігін диагностикалау және емдеу болып табылады. Егер сізге бүйрек кистасы диагнозы қойылса және диагнозға күмәндансаңыз, КТ нәтижелерін маған пошта арқылы жібере аласыз. Мен сіздің жағдайыңызды тегін бағалаймын және алаңдауға негіз бар жоғын айтамын. Ерте диагностика 90% сәтті, кешігу, метастаздар мен прогрессия қаупі бар. Енді сіз бүйректің кистозды обырын қалай жіберіп алмау керектігін білесіз. Бұл бейнені жақындарыңызбен бөлісіңіз, мүмкін біз бүйректі, тіпті кейбіреулерін тірі қалдыра алатын солар шығармыз. Ракепочка туралы қосымша ақпаратты менің веб-сайтымнан таба аласыз. Денің сау болсын, қамқор бол, жақын арада кездескенше.